Барлықтарына сәлем. Бүгін өтетін тақырыбымыз артикль. Артикльдің ағылшын тілінде екі түрі бар. Indefinite article, definite article. Артикльді негізі зат есімнің алдына қолданамыз. Мысалы, book, chair, map. Осы зат есімдердің алдына қолданамыз. Мысалы, indefinite article жайында айтайық. Indefinite article'дің екі түрі болады. A және N. Бұларды қай кезде қолданамыз? A артиклін зат есімдердің алдына, бірақ дауыссыз әріптен басталатын зат есімдердің алдына қолданамыз. Мысалы, мынау не? Book. Book. B. Дауысты ма, дауыссыз ба? Я, дауыссыз. Яғни алдына деген артиклді қолданамыз. Book. Мынау не? Chair. Chair. Дауысты ма, дауыссыз ба? Дауыссыз. Яғни алдына деген артиклді қолданамыз. Chair. Chair. Енді, N деген артиклді қай кезде қолданамыз? N деген артиклді зат есімдердің алдына, бірақ дауысты әріптен басталатын заттардың алдына қолданамыз. Зат есімдердің алдына. Мысалы, мынау не? Apple. Бәріміз білеміз. Apple. A. Дауысты ма, дауыссыз ба? Дауысты. Окей. N apple деп айтамыз. Now, elephant. E. Дауысты ма, дауыссыз ба? Дауысты. An elephant. Right? An elephant. Okay, very good. Indefinite article'ді затты бірінші рет айтқанда, яғни ешкім білмейді, белгісіздік артиклі қолданамыз. Мысалы, this is a pen, right? This is map. This is an ice cream. Okay, good. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Енді definite article жайында сөйлесек. Definite article белгілі артикль. The деп аталады. Оны қай кезде қолданамыз? Бір затты сіз бірінші рет айттыңыз. Ол кезде белгісіздік артиклін қолданамыз. Енді сол затты екінші рет қайталап айтқыларың келсе, онда the деген артиклді қолданамыз. Мысалы, мынау не? Book. This is a book. The book is green. Мынау кітап. Мына кітап жасыл. Яғни кітап деген сөзді екінші рет айттым. The book is green. Right? This is a crayon. This is a crayon. Right? The crayon is blue. Crayon деген сөзді екінші рет айттым. Сондықтан the деген артиклін қолданамыз. Барлығы түсінікті болды деп ойлаймын.